Түймедақ гүлі немесе ромашка бұл өте пайдалы өсімдіктердің бірі, себебі оның гүлінде адам ағзасына жақсы әсер ететін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді, және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады, ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Достар, сонымен қатар каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданылады. Сонымен қатар оның тұнбасымен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады, және дене қызуын түсіретін де қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Түймедақтан дайындалатын емдік шайлар. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру керек. 1 сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда 1 шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп оянасыз. Екінші, жел айдайтын шай. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігі мен шүйгін шөп, яғни валериана тамырының 4 бөлігін және зеренің, яғни тиминнің 1 бөлігін алып, жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысынан 1 ас қасық алып, үстінен 1 стакан қайнаған су құйып, 20 минут тұндырып қою керек. Дайын болған шайды таңертең және кешке жарты стаканнан ішіп отыру қажет. Қызыл иек қабынуына арналған тұнба. Мұндай дертке шайқурай, яғни зверобой, дала қырықбуыны, яғни хвош, түймедақ гүлі мен қырмызы, яғни календула шөптерінен 1 шай қасықтан алып, үстіне жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Баспаға, яғни ангинаға қарсы шай. Түймедақ гүлінің 3 бөлігі мен жөке ағашының, яғни липаның 2 бөлігінен 20 грамм алып, оны 1 стакан қайнаған суға демдейсіз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Ал бүйрек ауырғанда түймедақтан дайындалған тұнбаны жылы күйінде күніне 3-4 рет жарты стаканнан қабылдауға болады. Сонымен қатар іш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін 1 ас қасықтан дәл осындай тұнбаны ішу керек. Түймедақ гүлі көптеген ауруларға ем бола алады. Түймедақ гүлі өт жолына тас байлану, тұмау, бас ауру сияқты сырқаттарға 1000-1 ем. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартып, өтті жүргізіп, тәбетті ашуға да көмектеседі. Сонымен қатар суық тигенде 2 шай қасық түймедақ гүлін 300 грамм суға қайнатып, 4 сағат бұқтырып, тұнба жасау арқылы пайдалануға болады. Тұнбаны ертелі кеш астан бұрын ішу қажет. Ал асқазан ауруына 2 ас қасық түймедақ гүлінің үгітіндісін 1 стакан қайнаған суға салып, 1 сағат жабық ыдыста бұқтырып ішу көмектеседі. Бел ауырғанда да осы өсімдік шипа болады. Түймедақ гүлін ұнтақтап, тұзы жоқ сармайға араластырып, белге жағу керек. 2 ас қасық гүл үгітіндісін 1 стакан қайнаған суға салып, 1 сағат жабық ыдыста бұқтырып, көтеу ауруына қарсы пайдалануға болады. Тұнбаны пайдаланар алдында жылытып алыңыз. Түймедақ өсімдігі көптеген ауруларға ем, бірақ оның зиянды тұстары да бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлдем болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестеге кері әсер етіп, түсік тастап қою қаупін тудырады. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал.
Дегенмен түймедақ пен тұмау кезінде тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға болады және тамақты шаюға да мүмкіндік бар. Тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қарай қабылдамаса болды.